Сәлем талапкер, бүгінгі біз сабағымызда Бекмахамбет Нұрмұхаметов жайлы айтатын боламыз. Яғни бұл сабақта сен не біле аласың? Яғни Бекмахамбетов Нұрмұхаметовтың өмірі мен ғылыми жолы, қола дәуірін зерттеудегі еңбектері, Есік Қорғанындағы қазба жұмыстары мен алтын адам табылудағы қосқан үлесі және ғылым мен мұрасында бүгінгі маңызын біле алады екенбіз. Бүгінгі сабағымызды ендеше бастайық. Қазақ археологиясының белгілі ғалымымыз жаңа айтып өткендей Бекмахамбет Нұрмұхаметов. Ол қазақ тарихының ғылымында әсіресе қола дәуірі мен сақ дәуіріне қатысты ескерткіштерді зерттеуде бізде елеулі із қалдырған археолог. Нұрмұхаметов 17 мамыр 1935 жылы Алматы облысы Ақсу ауданында және Еңбек ауылында дүниеге өсіп жеткен екен. Кейіннен 12 маусым 2016 жылы өмірден өткен. Ол өзінің ғылым қызметін Кемел Ақышев жетекшілік еткен археологиялық экспедиция құрамында бастады. Ғылым негізінен ол Жетісу және оңтүстік Қазақстан өңірлерінде зерттеу жүргізді. Бұл өңірлері ежелден қола дәуірінен бастап темір дәуіріне дейінгі мәдениеттердің түйіскен аймағы болған екен. Нұрмұхаметов ең үлкен жетістігі Алматы облысында Есік қорымын зерттеу, яғни 1969-1970 жылдары жүргізілген қазба жұмыстары барысында бізде ғалымдар 40-тан астам обаны қазды. Солардың ішіндегі ең ірі қорғаннан Қазақстан тарихындағы ең үлкен археологиялық жаңалықтардың бірі әйгілі алтын адам табылды. Алтын адам сақ дәуірінің жас жауынгері, оның киімі түгелдей алтын әшекейлермен безендірілген. Киімінің өзі шамамен 4000-ға жуық алтын бұйым болған анықталған екен. Әшекейлердің бетінде барыс, жылқы, құс сияқты жануарлардың бейнелері бар. Бұл сақ қоғамындағы дүниетаным мен наным-сенімнің, сондай-ақ билік пен мәртебенің белгісі болып саналатынын біз біле алады екенбіз. Есік қорымнан табылған заттардың ішіндегі алтын әшекейлерден басқа тұрмыстық бұйымдар, қыш ыдыстар, ағаштан жасалған бұйымдар, бізде сондай-ақ қару-жарақтар да көре алады екенбіз. Мұндай артефакттер сол дәуірдегі шаруашылықтың, қолөнердің, әскери дәстүрдің дамығанын дәлелдейді. Нұрмұхаметов тек сақ дәуірін ғана емес, сонымен бірге қола дәуірінің андронов мәдениеті ескерткіштерін де зерттеуге көңіл бөлген екен. Бұл мәдениет Қазақстан аумағында біздің заманға дейін 2000 жылдықтың кең тараған екен. Ғалымның еңбектері мен қола дәуірінен темір дәуіріне өтудің ерекшеліктерін түсінуге болады. Сол кездегі қоныстар мен қорымдарды сипаттауға көмектеседі екен. Осылайша Бекмахановтың еңбектері Қазақстан археологиясында үлкен рөл атқарды. Оның зерттеулері арқылы біз ежелгі сақтардың өнері мен дүниетанымының, қола дәуіріндегі мәдениеттің дамуын тереңірек түсініп, ал алтын адам кешені бүгінде Қазақстанның ұлттық рәміздерінің біріне айналып, халқымыздың бай тарихын әлемге паш етіп тұр. Осымен сабағымыз тәмам. Сіздерге кішкене болсын білім нәрімен сусындандырдым деген үміттемін.